Түн қабырғасы сыз тартқан жатақхананың терезесінен жел ысқырып тұр. Жағдайы жоқ әйел мен екі баласы бір бөлмелі жатақханада тұрады. Сырттай қарасаң өмір сүріп жатқан отбасы сияқты. Бірақ бұл бөлмеде ұйқыда тыныштық та, адамдық та қалмаған еді. Балаларының бірі ұл, жасы 10-нан енді асқан, қарындасы 8-де. Төсекке ерте жатады. Жатады деген аты ғана шын мәнінде көрпеге бүркеніп, түннің басталуын қорқып күтеді. Анасы арақтың иісі сіңіп кеткен көйлекпен бір еркекке есік ашты. Кір, бүгін тек өзіміз дейді сыбырлап. Еркек болса үйреншікті адамдай аяқ киімін шешпестен дастарханға отыра кетті. Балаларың ұйықтап қалды ма? Қазір дейді анасы. Ол балаларға жақындап, тез ұйықтаңдар, бүгін мазам жоқ деп ашулана сөйлейді. Қыздың көзі мөлтілдеп кетті. Ұлы үнсіз ғана қарындасын құшақтап, құлағыңды жап, ештеңе естіме дейді. Сол түні төсектің сықырымен анасының ыңырсыған даусы бөлмені толтырып кетті. Балалар көрпеге бүркеніп алған. Бірақ көрпе естімейтін етіп жапқанмен жүрек бәрін сезеді. Мама, деді қыз жылап, үндеме, қазір ұйықтаймыз деп сыбырлады ағасы. Келесі күні анасы жайбарақат шай ішіп отыр. Кешегі еркек әлі ұйықтап жатыр. Мама, мектепке бармаймыз ба, дейді ұлы. Барасыңдар, бірақ бұрын екеуің бір-біріңді тыңдаңдар. Тәртіп керек. Кеше не болды, деді қызы. Ештеңе болған жоқ, үйрене беріңдер. Ертең сендер де мама-папа боласыңдар ғой. Қызы үндемей қалды. Ұлының көзі қатқылдана түсті. Күндер өтті. Әр түн бір азап, әр таң ұмытқан түрмен ояну. Көңілдестер ауыса берді. Бірде ұзын, бірде семіз, бірде арақымыр, бірде бәлеқор. Бірақ бәріне ортақ нәрсе балалардың көзінше шешелерімен жатын бөлмеге енетін еді. Балалар, қарамаңдар, ұйықтаңдар деп айқайлағанымен қабырға жұқа, дыбыс өктем, жүрек сезім тал. Бір таң анасы кір жуып жатқан. Ұлының көзі сабын емес бөтелке толы пакетке түсті. Анасы күнде кешке келіп, түнде басқа адамға айналатын. Кейде жылап, кейде күліп, кейде боқтап, кейде ыңырсып. Балалардың әкесі жоқ. Сұрай қалсаң шешелері бір жауапты қайталай беретін. Ол сендердің болашақтарыңды бұзатын адам еді, мен оны кетірдім. Бірақ шындық басқа еді. Әкелері өз балаларын жақсы көретін, қарапайым құрылысшы болатын. Бірақ әйеліне еркек жетпейтін. Жаңадан тапқан көңілдесімен бірге болу үшін балалардың шешесі күйеуіне алаяқтық жасады. Қоймадағы заттарды ұрлап, соның күнәсін еріне жапты. Бір күні түнде полиция келіп, әкесінің қолына кісен салып кеткенде балалар ұйықтап жатқан. Сол кеткеннен оралмады. Түрмеде туберкулез жұқты, уақытылы емделмеді, көп өтпей қайтыс болды. Шешесі бұл жаңалықты бір күн кештіріп айтты. Әкелерің өлді, бір ішіп жүріп ауырып қалған. Сол, бітті, енді біз еркінбіз. Балалар үнсіз қалған. Олардың әкесінен басқа қорғаны жоқ еді, ал енді тек түнгі ыңырсық, күндізгі боқтық. Бір палатка ішіндегі балалық, жас. Шешесі тағы да 2-3 күнге жоғалды. Үйде тамақ жоқ. Ұл мен қарындас базардың бұрышында барып шемішке сатты. Кешке тапқан 400 теңгемен бір бөлке нан, бір пакет печенье алды. Сосын ойнауға бел буды. Палатка құрайық, деді қыз. Қайда? 2 орындықтың арасында көрпе ілейік. Мен шемішке саттым ғой, нағыз ана болдым. Жарайды, ал мен папа болам. Балалар көздері көріп жүрген өмірді ойын қылып қайталады. Қазір біз үйлендік, деді ұл. Тамақ дайындау керек, деді қыз. Сосын сок ішеміз екеуміз. Олар 2 пластик стақанды соғыстырып, тост, махаббат үшін. Сол түні көрпенің астында ұл қарындасына қарап. Мама мен әлгілер секілді жасасақ па? Ол не? Көргенің ғой деп сыбырлады. Ят емес пе? Олар күнде істейді, мама өзі үйретіп жатыр ғой. Қыз үндемеді, бұрылып жатты, бірақ бір нәрсе басталып қойған еді. Қарапайым адамға ойын, бірақ бұл балалар үшін тағдыр еді. Күнде түнгі дыбыстарды тыңдап өскен бала өскенде не көреді? Не істейді? Жақсылық көрмеген жүрек мейірімді қайдан білсін? Ойын жалғаса берді. Палатка ішіндегі құшақтасу, сүю. Анам мен әлгі кісідей болайық деген еліктеу. Бара-бара дене жақындасуына айналды. Ұят деген ұғым өшкен, үлгі тек шешелері.
Жетек естіп өскен ыңырсақ. Бір күні қыз үнсіз қалды. Жыламады, күлім дегенде сөз жоқ. Ағасына қарап, осы біз не істеп жүрміз? Біз мама папа сияқтымыз ғой, ал біз бауырымыз. Мамам айтқан, ертең бәріміз сондай боламыз деген. Осылайша таң атқан. Балалардың тағдыры баяғы сол күйінде қалды. Шешесі кезекті көңілдесімен үйге кірді. Ізінен тағы бір еркек кірді. Бұл кім? Бұл менің ескі танысым. Ал мынау, ол жаңасы. Сендер бір-біріңмен жақсы тіл тапсасыңдар ғой. Екі еркек, екі жау. Әйелдің бір түні екіге жетпек болды. Ал еркектер арақ ішіп, кейін төсекке таласты. Талас жанжалға, жанжал төбелеске, төбелес қанға айналды. Кішкене қыз терезеден қарап тұрып, «Аға, анау суық қаруын алды ғой», деді сыбырлап. Ол жүгіріп шықса, қап-қара қанға боялған кісі шалқасынан құлап жатты. Ал шешесі еркекпен төсекте жатып темекі шегіп отырды. «Не қарап тұрсыңдар? Кіріңдер үйге», деді әйел ашулана. Айлар өтті. Қарындасы тамаққа жерік. Іші де домаланып қалған. Көршілер күбірлей бастады. «Қыздың іші неге үлкен? Ол не, жүкті ме, әкесі кім?» Мектеп мұғалімдері тексеріс бастады. Қыз үндемеді. Ағасы да үндемеді. Тек түнде, «Біз не істедік, аға? Ешкімге айтпа. Бұл біздің құпиямыз». Анасы естіп қалған. «Сен бе? Әй, оңбаған. Өз қарындасыңды бүлдірің бе? Сені түрмеге жаптырам, тұқымсыз. Әкеңнің кегін сенен алам». Қыз жылап, «Мама, ол тек мені жақсы көрді. Басқа ешкім мені жақсы көрген жоқ». Анасы қолындағы шәйнекті ұлының бетіне лақтырды. Шәйнек бос болатын, бірақ баланың жан дүниесін қайнатуға жетіп ақ жатты. Қыздың іші дөңгеленіп кеткен. Ауыл арасында өсек тарады. Кімнен, не істеген? Өз ағасынан ба? Не масқара? Мектепте ешкім бетіне тура қарамайтын. Мұғалімдерден үндемейтін, өйткені бәрі сезіп отыр. Бұл жай ғана бала емес, бұл қайғының құрбаны. «Абортқа апару керек», деді шешесі. «Ақша жоқ, бірақ қалайда тауып алам». Ол күнді әртүрлі еркекпен жолығып жүрді. Бірінен 5.000, бірінен 3.000, түнгі сағат 12-де үйге келіп киімін лақтырып. «Сендерге тамақ емес, өлгеннің тірісін тірілтетін ақша тауып жүрмін», деп айқайлайтын. Анасының көзі қанталап, даусы шықпай қалатын кездері көбейді. Ашулы, ішімдік сіңген, бірақ шаршаған әйел күнде өзімен өзі ұрсып жүретін. Ақыры жүктілік уақыты өтіп кетті. Аборт жасауға кеш болды. Дәрігер қарап, «Қызыңыз босанады, бірақ баланың жағдайы ауыр болады», деді. Қыз тек басын изеді, бірақ іші қанжылап тұрды. Босанатын ол, ал ұялатыны бүкіл ауыл. Сол күнде келді. Ауру сәбидің шері. Қанға боялған босану палатасында жас қыздың жанайқай шықты. Кішкентай ғана аурухана терезесінде түн ортасында нәрестенің әлсіз жылаған даусы естілді. Бірақ балада жүрек кемістігі бар, өкінішке қарай ұзақ өмір сүрмейді. Қыз баласын бір рет қана құшағына алды. Қарады. Көздері туа салысымен жұмылып бара жатты. «Мама, мен баламды жақсы көрдім, бірақ ол маған кешірім айтып кеткендей болды». Бала 4 күннен кейін шетінеп кетті. Оны жатақхананың артында бейітке ешкім айтпай көміп тастады. Халық үнсіз қалған жоқ. Өз бауырынан бала тудырған қыз екен, ағасы қарындасын бұзған екен. Бұл отбасы лағнетке ұшыраған деген сөздер көбейді. Мектептен қуылды, тұрмыстан қуылды, ауылдан. Екеуі бір-біріне жабысып қаңғып жүрді. Кейде тамақ таппай аш жатты. Кейде біреудің үйінің алдында шемішке сатып, тиын тебені су сатып ішті. Анасы бір күнде үйде құлап түсті. Жатыры жарылып кеткен. Көңілдестер ауыстырып жүрген денесі енді бұзылып жатты. «Мен кім болдым? Мына өмірге не қалдырдым? Қызым, кешір, ұлым, кешір». Жедел жәрдем шақырылмады. Көршілер бұрылып та қараған жоқ. Ол жалғыз қайтыс болды. «Ұрпағымды құрттың», сол көрші ауылда сәбиге зар болған келін тұратын. Кейде Алла тағала шын сәби сүйгісі келгендерге бермей, тентіреп жүретіндерге береді. Баға алмасын деп береді екен. Ал сіз оған не дейсіз? Құрметті оқырман, айта отырыңыз. Бірі қуғын көрген ағалы қарындас, екінші тұйық мінезді момын келін. Бұл келін жетім, ата-анасынан ерте айырылған, тек күйеуі мен енесі ғана бар. Бірақ ол келін бедеу,
Жыл өтсе де бала көтермеді. Не болды саған? Баламның өмірін қорғылып отырсың. Көтің бітеу болғасын дөрекі деп енесі салып қалатын. Осы сөзді күнде естейтін, күйеуі үндемейтін, бірақ түнде басқа елдің чаттарын оқитын. Бір күні енесі: бала таппайсың ба? Ондай әйел не керек? Қатын деген құрсақ, бала, ұрпақ. Келін үнсіз қалатын. Жанарында от та жоқ, үміт те жоқ. Ауылдың бір шетіндегі саман үйдің алдынан жалаң аяқ бала жүгіріп өтті. Апа, қарындас ағасынан бала көтеріп, бала шетінеп кетіпті дейді ғой. Бүкіл ауыл дүрсілкіндіріп жайтты, сүйінші сұрағандай болып. Ауыл бір сәтте абыр-сабыр болып кетті. Жұрттың аузында тек бір сөз: қара бет. Ауылдан қуайық, бұл біздің топыраққа дақ. Мұндай бұзықтарды көрген соң балаларымыз не болады, деді. Ешкім бір ауыз жұбату айтқан жоқ. Ағасы шелекке нан, бір бөтелке су алып шығып кетті. Арттарынан ит қыңсыла берді. Қыз жүріп келе жатып тоқтады, ағасына қарап: аға, мен жындана бастадым ба? Менің балам өлген жоқ қой, дейтін. Ағасы көзін тайдырып: сен еш кінәлі емессің. Бәрі бізді тастап кеткен күні басталды. Қыз жылап тұрып: Құдай неге бізді мүлдем ұмытып кетті? Аспаннан алғашқы жаңбыр тамшысы тамды. Бірақ ол бұл адамдардың көз жасынан салмақсыз еді. Қаланың шетінде бір қираған аялдама бар. Жанында шіріген қорап, астында жыртық көрпе, жүгері салынған қалта мен сәби кейпіндегі қуыршақ. Ағасы күндік жұмысқа кеткен, құрылыс қалдығын жинайды. Қыз қуыршаққа қарап: тірісің бе? Не үшін келдің мына жарық дүниеге, деп жылайды. Ол жермен сөйлесіп қуыршақпен ұйықтауға жатып қалды. Бірнеше күн белгісіз қабірдің басына барып кетпеді. Тілі күрмеле бастады, күлсе жылайды, жылынса ән айтады. Көздері шарасынан шығып бір нүктеге қадалып тұратын болды. Содан бастап естен айрылғалы белгілі болды. Ол қала шетіндегі бос ғимаратқа кіріп, бір қуыршақ тауып алды да: міне балам, аман, күліп отыр, деп жұрттан жасырып өсіре бастады. Ол жұмыс таба алмай, ұяттан қайда барарын білмей, бір күні жұмысшылар жатақханасынан қуылды. Қаланың темір жол бекетінде қаңғып жүргенде бір әйел оған нан бербеді. Ол жылап жіберді: сен бірінші адамсың маған адамша қараған. Киімі жыртық, аяқ киімі жоқ, шашы кір, даусы сыбыр. Ол бомж болып кетті. Көше тазалайды, қоқыстан нан іздейді, кейде өзі де түсінбейтін сөздер айтып, өз-өзімен сөйлесіп кетеді. Бір қайырымды әйел журналистке айтып отыр: ол ешқашан жаман болған жоқ. Жетім өсті, анасы маскүнем емеді, әкесі түрмеде қайтыс болды. Балалықтары болмаған адамдар қалай дұрыс адам болып өседі? Қызын да кінәлай алмайсың, ұлын да. Кінә бізде, қоғамда, көре тұрып үнсіз қалған бізде де. Қыс тым қатты еді, жел ысқырып темірді де тілгілегейтіндей. Қар көшелерге төсек салып тастағандай қалың. Ол бұрын бір қыз үшін бәрін қиған ұл, бүгінде ешкімнің есінде жоқ бір көлеңке. Қалдық нан болса бересіз бе, деді. Кассир әйел ернін жиырып: бомждарға тегін тамақ берілмейді, деді. Сол түні қаланың шет жағында қаңыраған аялдамада жыртық пальтосына оранып, қолын денесіне басып, көзімен аспанға қарап жата берді. Жанынан өтіп бара жатқан адамдар байқамады. Тек бір ит қасына барып мұрнын иіскеп тұрды, қыңсылап кейін шегінді. Таңертең бір әйел аялдамаға келіп есікке қараса: мынау тірі ме? Деді де жүгіріп полиция шақырды. Полиция келді, жедел жәрдем келді, халық жиналды. Бірақ ол әлде қашан қатып қалған еді. Ол өлгенде ғана әйелдер жылап бастады. Байғұс бала, кішкентай кезінде тәп-тәтті еді ғой. Бұлай қиналып өмір сүргенін білсем, бір табаннан апарып беруші едім ғой. Сол баяғы қарындасы үшін бәрін құрбан еткен бала ғой бұл. Шешесін кінәлайық, бәріне сол кінәлі. Кейбіреулер күбірлеп: анасы маскүнем, шешесімен бірге ойран болған отбасы, қызы да есінен адасқан. Қазір қуыршақпен сөйлесіп жүреді екен. Сол баласы шетінеп кеткеннен кейін қыз мүлдем басқа адам болыпты, деді. Ол қарапайым, ешкімге керексіз бір шұңқырға жерленді. Туысы жоқ, ел танымайды. Қолында беймәлім мәйіт деп жазылған бір қағаз берілді.
Тек бір мейірімді әйел соңынан барып, бір шоқ гүлді қойды да күбірледі. Кешір, біз тым кеш көрдік. Сен тірі күткен мейірімді, біз сен өлген соң ғана бере алдық. Сол түні қарындасы түсіне көрінді. Ол қуыршағын құшағына алып, түнде жылап жатты. Түсінде ағасы келіп, мен енді ауырмаймын, тоңбаймын, анамды көрдім деді. Қыз көзін ашқанда, аға, кетпеші деді, бірақ жауап болмады. Қыз бір түні қуыршағын құшақтап ұйықтап жатты. Қасында ешкім жоқ, жанында бір тілім нан, кеудесінде ағасының ескі суреті. Ертесі таңертең оны орнынан тұрғыза алмады. Жүрегі тоқтап қалған еді. Қуыршақты құшақтап, жүзінде жеңіл күлкі, көзі көкке қадалған күйде. Соңғы сөз: қоғам кейде кеш көреді, кейде үнсіз қалады, кейде көре тұра көрмеген болады, ал тағдыр үндемейді, тек ащы шындықпен сөйлейді. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сабақ болар әңгіме.